Құрметті қазақ елі, ассалаумағалейкум. Қазақстан Республикасының азаматы ретінде спорт министрлігіне мен өзімнің уәжімді айтқым келіп тұр. Спорт министрлігі, сіздер натурализация деген әңгімемен не үшін айналысып жатсыздар? Яғни бөтен елдің спортшыларын біздің Қазақстанның азаматтығын беріп, соларды біздің еліміздің атымыздан не үшін шығарып жатсыздар? Оның нәтижесін көріп отырмыз Париждегі Олимпиададан, иә? Теннистіға алып қарайық. Рыбакинами, Путинцевалар, экс-ресейліктер болмайтын жерде бір тақалған кезде ауырып қалады екен. Және Бублик, экс-ресейлік біздің атымыздан барған ешқандай результат көрсетпейді. Одан қалса қасындағы Шевченкасы да одан да не үміт не қайыр. Және Бубликпен бір қатарда өнер көрсеткен экс-украиндық, фамилиясын ұмытып қалдым, олар да ұшып кетеді. Құрметті спорт министрлігі, бұл не үшін керек? Соларға соншама қаражат құртып, біздің еліміздің азаматтығын беріп оларға кәдімгідей үміт арту не үшін? Мен сіздерге олардан неге нәтиже болмайтынын түсіндіріп берейін бе? Себебі оларда мына жерде Қазақстан деген дүние жоқ та. Намыс қазақ елі үшін деген дүние жоқ оларда. Өліп кетсеңіздер де әңгіменің ақиқаты осы. Мына жерінде қазағым, намысым, елім деген дүние болмаса, олардан ешқандай үміт күтудің еш қажеті жоқ. Ол ақиқат дүние, иә? Мынау солардың кесірінен біздің өзіміздің елден шыққан, өзіміздің жерден түлеп шыққан спортшыларымыз көрінбей қалады. Неге? Себебі біздің министрлік өзіміздің спортшыларға сенбейді, одан да соншама ақша құртып, азаматтықты оңға солға шашып, былай шетелден спортсмен алған бізге ыңғайлырақ, иә? Дұрыс қой. Ал біздің спортсмендер не істейді? Ештеңе. Өздері білсін, таксовать етсін, барсын, базарда тұрсын, тірлік көп бұл Қазақстанда істейтін, сондай нәрсеге алып келіп соғады да. Сіздер қараңыздар, жарайды, жібердіңіздер. Бопты, Парижге кетті, азаматтықты оңды солды бердіңіздер, ақшаны үйіп төктіңіздер соларға, иә? Ал барды. Нәтиже қайда? Спорт министрлік нәтиже қайда? Жоқ. Ал біздің өзіміздің ішімізден шығып, намысы ұрып тұрған, кәдімгі елім, жерім деп тұрған спортшылар үйде шемшік шағып, телевизордың алдында жатыр. Неге? Себебі біздің министрлік аналарды жіберіп отыр. Мықтысыңдар, красавчик, ризамын сендерге. Министрлік шынымен бұл барып тұрған бассыздық болды. Шынымды айтамын, өзіңнің спортшыларыңның жолын кесіп, қайдағы жоқ біреулерді алып келіп қойып, олардан түк пайда шықпай, масқара болып отқан, бетім-ай деп отқан жеріміз осы болды. Құрметті спорт министрлігі, сіздерден өтініш, натурализация дегенді қойып, өзіміздің спортшыларға көбірек мән берсеңіздер. Шетелден бапкерлер алдырыңыздар, комфорт жасаңыздар, условияның барлығын жасап беріңіздер. Біздің спортшылардың өзінен неше түрлі жеңістер келеді. Тек сеніңіздер. Аман болайық, құрметті қазақ елі.